Саламатсыздар ма үйренушілер, кезекті сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыз ол if операторы. Әрине кез келген бір оператор, бір өрнек жаңа мәселе болсын, жаңа программадағы. Ол бір мәселені шешу үшін қолданылатынын білетінбіз. Бүгінгі if операторы ол бізде программада қандай қиындықтарды шешіп бере алады. Әдетте бізде программада мысалға туындайтын мәселелерді қандай туындайтын мәселелер шешіп бере алады. Мысалы программада кездесетін мәселелерге талдау жасайтын программа жазу, мысалға иә жоқ деп немесе бір нәрседегі логикалық талдау жасау керек қой. Сол талдау жасайтын мәселелерді шешу үшін ол if операторы қолданылады. Мысалға мысал келтіргеніміз кез келген оқушының нәтижесін белгілі бір мөлшерге жеткенін анықтау. Мысалы қалай жазуға болады? Сіз мысалы толымды болдыңыз немесе толымсызсыз деп. Енді if операторы жаңа айттық, сондай мәселелерге талдау жасайтын оператор. Ол мысалға жазылу формасы, мысалы бірінші формада мында жазылады. Бұл жерде ереже қалай? Ереже ол өрнек, бір өрнек. Бұл өрнек егер ақиқат болса, өрнектің мәні. Мысалы А үлкен Б дегеніміз ол бір өрнек қой. Сол бір немесе бір А Б үлкен Б тең ба С-ға деген сияқты сондай бір ұзын кете берсе, оның барлығы өрнек ол. Сол өрнек ақиқат болса, түрі немесе бір болса, онда бірінші жұмыс орындалады. Ал болмаған жағдайда немесе жалған болған жағдайда, false немесе nil болған жағдайда екінші жұмыс орындалады. Мына жерде оған мысал келтірдік. Мысалы 61. Жазғы оқуға қалмайтын баға. Әрине студенттер үшін жазғы оқу ерекше ғой. Жазғы оқуға қалмау керек енді. Сол үшін енді мына жерде программа жазылған. Егер сіздің нәтижеңіз алдында бересіз, егер нәтижеңіз 50-ден жоғары болған жағдайда, ол құтты болсын, өттіңіз деген сияқты мәнді білдірсе. Ал басқа жағдайда сіз қалып қаласыз. Көрейік. Бірінші форма мынадай. Енді екінші форма нақты мысалына келейік соны. Бұл жерде қарасақ, if-тен кейін жүйелі жақша қойылмаған. Бұлай да болады, яғни бұл сондай форма. Нерде өтті деп тұр. Себебі 50-ден, мысалы 61, ол 50-ден үлкен. Сол себепті. Ал егер бір мысалға 40 деп қалайын, немесе 49 деп берейін. Әрине 50-ден кіші, сондықтан ол өтпей қалды, жазғы оқуға қалды. Бұл жердегі түсінікті. If қолданылады. Бұны жаңа түсіндіріп кеттік. Тек қана жүйелі жақсасы жоқ. Бірақ енді осындай ретпен пайдаланыңыз, себебі мынау бүйтіп артында бүйтіп жүрсе, енді сіз үшін ыңғайсыз болады. Сондықтан ретте жазуға тырысыңыз. Мысалы, неде аумақты алғанда бұл екінші форма. Сол жерді аумаққа алып көрейік. Мысалы, аумақ дегеніміз ол аумақтың не үшін осыны аумақ деп айтатынымызды біз оны кейінгі тақырыпта айтамыз. Мысалы, бұл енді аумақты алып жүруге сіздерге ұсыныс берер едім. Бұл өйткені кодтың түсініктілігін анықтайды және дұрыс қолданылуына мүмкіндік береді. Бұл не деген сөз? Бұл егер if мына шартты ақиқат болған жағдайда, мына аумақтағы, мына басталған мен аяқталған осы аумақтағы жұмыстар орындалады. Яғни бұл жердегі жұмыс тек қана шығару, мына мәнді шығару тек қана. Ал ондай болмаған жағдайда, жалған болған жағдайда, онда мына аумақтағы жұмыстар орындалады. Әрине ол жерде жұмыс бірнеше болмауы мүмкін, тең бірдеңе деп кете беруі мүмкін. Немесе бір басқа нәрсе, көп нәрсе шығарып тастауға болады. Астында бірнеше шығарулар болуы мүмкін деген сияқты.
яғни мына аумақтағы барлық орындалады деген сөз. Мысалы көрейік, біз ол үшін мысалы мынаған да көз жеткізсек, уже қалғанына мысал келтірмесек те болады. Міне де тек қана 50-ден төмен болып тұр, 49. Енді мысалға 67 дей салайын. 67 50-ден жоғары ғой. Міне 5 шығарды. Мына аумақтағы жұмыстардың барлығы орындалды деген сөз. Енді қайтадан слайдқа оралайық. If операторының екінші формасы. Және бізде мынандай жағдай болды. Егер ақиқат болғанда мына орындалады, ал ақиқат болмағанда ол ана орындалады дедік. Мына жерде ақиқат болған кезде, немесе мына жаққа келейік. Мына ақиқат болған кезде мына орындалады дедік. Ақиқат болмайтын кезде, ақиқат болмағанда мына орындалады. Яғни бұл жерде екі жұмыс бар. Ақиқат болғанда орындалатын жұмыс, ақиқат болмағанда орындалатын жұмыстар деген дұрыс шақты. Өйткені өрде бірінші жағдайдағы мен екі жағдай болады дегеніміз дұрыс. Яғни бірінші мына ақиқат болған кезде бірінші жағдайлар, бірінші жұмыстар орындалады. Мына жалған болған кезде екінші жұмыстар орындалады деген сияқты. Мына жерде форма 2-де тек қана мындай болады. Мысалға мына жерде өрнек ақиқат болған кезде бірінші жұмыстар орындалады, ал жалған болған кезде ештеңе болмайды. Ерекше, егер мына өрнек ақиқат болғанда, түрі немесе бір болғанда, онда мына жерде бірінші өрнек орындалады. Ал қалған жағдайларда, мына жалған болып жатса, онда ештеңе орындалмайды. Мысалға, мына жерде аумақталып көрсеттік, бұдан былай өткеніміз сол ыңғайлы негізі. Мысалы 61. Тек қана бізге сіз летаға қаласыз, жазу оқуға қаласыз деп ескертпейтін қылып жазсақ, тек қана біздің өткенімізді ғана анықтап беретін болса, онда ол былай жазу керек. Яғни 50-ден жоғарысыз ба, өттіңіз. Қалған жерде өтпедіңіз деп ешқашан айтпайды ол. Өтпеді деген естігенді қаламағандықтан. Әрине мынерде жаңағы жақшалы түрі. Біз мұнан ала берейік. Біз ол мысалдан өтіп кеттік қой. Көшіре салайын. Жасайын. Мына жерде барлық керемес бізге. Көрейік. Өттіңіз дейді. Ал егер мынерде 41 алып қалайын мысалы. Онда ештеңе шықпайды. Тек қана бос орын. Ол түсінікті. Енді if операторының үшінші формасы. Ол қандай форма? Ол толық форма деп аталады. Яғни бұл жерде қандай? Мысалға бір оқыш нәтижесі болсын. Ол А-ға лайық па, Б-ға лайық па, С-ға лайық па, Д-ға лайық па деген сияқты. Ол жерде А-ға лайық болсын, мысалға 90-нан жоғары болса ақиқат деп ішіне кете берген ыңғайсыз. Бірақ оны былайда түрде жазуға болады. Мысалға мынедегі толық форманы пайдалану. Ал толық форманы пайдалану үшін толық форманың мағынасын түсініп алайық. Ең алдымен мынеде бірінші өрнек ақиқат болса, онда мына жұмыс орындалады. Ал екінші өрнек ақиқат болса, екінші жұмыстар орындалады. Ал үшінші жұмыс ақиқат болса, үшінші жұмыстар сөйтіп кете береді. Ал бұл жұмыстардың, мына өрнектердің бірінші өрнек, екінші өрнек барлығы болмаған жағдайда ең соңғы мына жұмыс орындалады деген сияқты. Мысалға мынеде егер бірінші өрнек ақиқат болған жағдайда, онда бірінші жұмыстар орындалады. Ал екінші өрнектер ақиқат болғанда, түрі немесе бір болғанда, екінші жұмыстар орындалады. Немесе егер басқа жұмыстар, мысалы мынеде үшінші болып жатса, үшінші жұмыстар орындалады. Ақиқат болса, үшінші жұмыстар орындалады. Тек барлығы қалмай, ең соңында бір басқа жағдайларда, онда егер бәрі жалған болса, онда соңғы жұмыс орындалады. Мынеде сол мысал келтірген, мысалы егер 60-тан жоғары болса, ол С бағалысын алады. Егер 60 пен 80-нің аралығында болса, онда Б бағаны алады. Егер 80-нен жоғары болса, онда баға А бағаны алады. Енді көрейік. Бұны мен мына жерге жазып қойғам.
соны ала салайын. Оны негізі астына түсіргеніміз дұрыс. Көшіріп алдық. Мына жерде мыналардың барлығы керек емес бізге қазірше. Соны орнына әкеп қояйық. Бірақ x керек екен, міне жасайын. X тең мысалға қандай дейміз, бір 67 дей салайын. Егер мынерде ең алдымен кішігінен бастаған екенбіз. Егер 60-тан кіші болса, ол с бағаны алады. Егер 60-тан 80-нен кішкене, 60-тан тең немесе одан жоғары болса, жаңа айттық қой, біз кейінгі тақырыпта айтамыз деп, мысалға жаңағы 8-ді, алдыңғы тақырыпта 8-ді 3-ке бөлсек, оны қалай аламыз деген сияқты. Осындай екеуін алуға болады, осылай формада. Жәнен алып. Өйткені ол 8-ден 2-ден үлкен, немесе 3-тен кіші болса деген сияқты ғой. Мынерде 80-нен кішкене және 60-тан жоғары болса, онда б бағаны алады. Ал 80-нен үлкен болса, онда ол с бағаны алмайды, ол а бағаны алады. Кешіріңіздер. Көрейік. Б бағаны алады екен, өйткені бұл 60-тан жоғары алды ғой. 67 алды. Енді 80 алсаш. 80 алса, 90, жарайды, 90 тексіре салайық. 90 алса, ол а алу керек. Егер 80 алса, ол және де а алу керек. Өйткені біз жаздық. Мынерде а алу үшін 80-ге тең алу керек, немесе одан жоғары алу керек. Ал енді мынерде с алу үшін ол 59 бүтін сандар болса, енді 59-дан төмен қарай алу керек қой. Мысалы 59 алып қалса, ол с алады. Көрейік, сайтқа қарайық. Сайтымыз біткен екен. Кезекті сабағымыз осымен аяқтайық. Сау болыңыздар.